Арал индустриалды техникалық колледжі. Қашықтан оқыту сабағы. Сабақтың тақырыбы жарықтандырғыш және сәулелендіргіш қондырғыларды монтаждау. Өндірістік оқыту шебері Абдуллаев Еркебұлан Ерғалиұлы. Сабақтың мақсаты: білімділік. Жарықтандырғыш құрылғылардың сұлбасы мен құрылымын оқып үйрену. Жарықтандырғыш және сәулелендіргіш қондырғыларды монтаждап қондыруды үйрету. Дамытушылық. Білімгерлердің дұрыс дағды қалыптастыруын көздеу. Теориялық білімін практикада қолдану қабілеттерін дамыту. Тәрбиелік. Нарықтық экономика кезінде кәсіптік білімнің ерекшелігіне көзқарасын қалыптастыру. Білім алушыларды таңдаған мамандықтармен техникаға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен, еңбекпен, құрметпен қарауға тәрбиелеу. Сабақтың түрі: практикалық сабақ, сабақтың типі, жаңа сабақ. Жарықтандырғыш және сәулелендіргіш қондырғылар дегеніміз жарық немесе сәуле көздері және оларды бекітуге, желіге қосуға арналған, жарық немесе сәуле ағындарын реттейтін, көз қарықтырғыш әсерлерін шектейтін, механикалық зақымданудан және зиянды ортадан қорғайтын құрылғылардың жиынтығы. Жарықтандырғыштар аспалы төбеге бекітілетін, керегеге қыстыратын, столға қоятын және тағы басқа түрлері болып бөлінеді. Жарықтандырғыштар мен сәулелендіргіштерді монтаждау кезінде қалаған жерге орнатып бекітуге болады. Монтаждау кезінде олардың қатары түзеу, ауытқусыз орналасуын қадағалауымыз керек. Желілерді тарту мен жарықтандырғыш қондырғыларды монтаждау жабдықтардың толық қатысуымен атқарылады. Атап өткенімізде, жарықтандырғыштардың түрлері бірнеше топқа бөлінеді. Мына суретте көріп отқанымыздай, бірінші бөліктегі жарықтандырғыштардың аспалы төбеге бекітілетін түрі. Ал мынау керегеге қыстыратын жарықтандырғыштың түрі. Ал мынау тиісінше өзімізге белгілі столға қойылатын, бекітілетін жарықтандырғыштың түрлері. Жарықтандырғыштар мен сәулелендіргіштерді монтаждау кезінде техникалық қауіпсіздік ережесін мұқият сақтауымыз керек. Ол үшін бізге қорғаныш бас киім, қорғаныш көзілдірік және брезент қолғап болуы міндетті түрде керек. Жарықтандырғыштар мен сәулелендіргіш қондырғыларды монтаждау жұмысына қажетті құрал жабдықтар, негізгі құрал жабдықтар ол: жалпақ кескіштер және тістеуіктер және электр монтажшы жиынтығы. Жарықтандырғыштар мен сәулелендіргіш қондырғыларды монтаждау барысына келетін болсақ, керегені және тағда басқа тесу жұмыстарын атқарғанда қорғаныш көзілдірік, қорғаныш бас киімін, брезент қолғап киеді. Жаңа атап өткенімізде, техникалық қауіпсіздік ережесін монтаждау барысында міндетті түрде сақталу керек. Тесіп өтетін жерлерге қолданылатын құралдардың ұзындығы керегенің қалыңдығынан 200 мм-ден аса артық болуы тиіс. Бір тік сызықтың бойына бірнеше қатар тесік тесуге болмайды. Сымды тартуға бір кісінің шамасы келмейтін болса, шығыр, яғни лебедка пайдалану керек. Орнатылатын сым немесе кабель құбырдан 1 метрден жақын болмауы тиіс. Жұмысты қолғап киіп атқару тиіс. Орамдағы сымды тартқан кезде артқа қарай шегініп жүрмей, тарқатылған сымды артына ұстап ілгері жылжу керек. Қимасы 4 мм квадраттан және одан жуан сымдарды тарқатқанда басқыштарды пайдалануға болмайды. Осыны есімізде сақтауымыз керек. Ал мынау суретте жарықтандырғыштардың төбеге монтаждау үлгілері көрсетілген. Төбеге жүргізілетін жарықтандырғыштарды монтаждау барысында өте мұқият болуымыз керек. Жарықтандырғыштар мен сәулелендіргіштерді монтаждау кезінде
қалаған жерге орнатып бекітуге болады. Дымқыл ғимараттарға олардың тығыздай қақпақтарды, тұрықтарды сымдардың қысып қалмауын, сымдар бекітілген уақытта қысып қалмауын міндетті түрде қадағалауымыз керек. Монтаждау кезінде олардың қатары түзеу, ауытқусыз орналасуы керек. Ал енді сіздерге білімгерлер тапсырма. Бірінші конспектіні жазамыз, және үйіміздегі жарықтандыру жүйесінің сұлбасын сызамыз. Пайдаланған әдебиеттер: өндіріс мекемелерінің электр жабдықтарын жөндеу және құрастыру, Қосыбаев, 2010 жыл, және ғаламтор желісі. Назарларыңызға рахмет.